Іш өту жеңіл қарайтын ауру емес, әсіресе көкөністер мен жемістердің, қауын-қарбыздардың піскен кезінде белең алатын бұл ауруға дер кезінде тұсау салу керек. Өйткені іштің өтуі асқазан, ішек, тамақ ауруларына әкеледі. Салдарынан салмағыңызды жоғалтып, бойыңызды әлсіздік билейді. Іштің өтуін халықтық жолмен аз күнде-ақ емдеуге болатыны әлдеқашан дәлелденген. Сондықтан да дәріханаға жүгірмес бұрын мына емдік тәсілдерге көз жүгіртіңіз. Шай ішектегі бактерияны өлтіріп, инфекцияның көзін жояды. Бұған қол жеткізу үшін күніне 3 рет қою демделген шай ішіңіз. Крахмал іштің өтуін тоқтататын кез келген дәріні жолда қалдырады. Ол үшін жарты стакан қайнатылған жылы суға 1 шай қасық картоп крахмалын араластырыңыз. Емдік қоспаны ішіп, жылы оранып жатыңыз. Ұзағымен 1 сағаттың ішінде оң нәтижесіне көз жеткізесіз. Пияздың қабығы. Микробтармен керемет күресетін қасиетке ие пияздың қабығын дайындап ішсеңіз де ем болады. 1 литр суды ыдысқа құйып, отқа қойыңыз. Оған 2 дана пияздың қабығын салыңыз. 5 минуттай қайнаған соң отын өшіріп, тұндырып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны қабатталған дәкенің көмегімен сүзіп алып, ішке қабылдайсыз. Емдік кереметі мол тұнба 3 күнде оң нәтижесін береді. Анар қабығы. Ішектің микрофлорасын қалпына келтіріп, бактерияны жояды. Бойыңызға қуат береді. Алдымен анардың қабығын ұсақтап алыңыз. Оның 2 ас қасығын 1 стакан қайнатылған жылы суға салып, отқа қоясыз. Жарты сағаттай қайнаған соң сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік сусынды 2 ас қасықтан тамақтан алдын қабылдау керек. Жалбыз тұнбасы. Іштің өтуін емдейді, әрі кекірікті тоқтатады. Жалбызды жақсылап ұсақтап алыңыз. Оның 1 ас қасығын 1 стакан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Шамамен 30-40 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, ыдысқа құйыңыз. Ем ретінде күніне 2 рет аз жұтымнан ішіңіз. Лимон шырыны. Жүрек айнығанын басады, құсықты тоқтатады, іштің өтуін емдейді. Ол үшін 250 мл қайнатылған жылы суға 1 ас қасық лимон шырынын араластырыңыз. Дайын болған сусынды түтікше арқылы ішіңіз. Түтікше тістің эмалін зақымдалудан сақтайды. Қара бұрыш. Ішектегі микробтармен күресіп, инфекцияны өлтіреді. Күніне 4-6 рет ірі қара бұрыштың 4-5 данасын сумен бірге жұтыңыз. Ал балалар үшін 2 данасы жеткілікті. Емді күніне 2-3 рет қайталау керек. Емен қабығы. Ішектің микрофлорасын реттеп, жұмысына жеңілдік береді. Ол үшін дәріханада сатылатын емен қабығының дайын ұнтағын 1 стакан қайнаған суға араластырып, 10 минуттай тұндырып қоясыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасық қабылдайсыз. Емделу мерзімі тәулігіне 3 рет. Мойыл жидегі. Ішектің жұмысын қалпына келтіріп, тәбетіңізді ашады. 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық мойыл жидегін араластырып, ыдыстың бетін жауып қойыңыз. Шамамен 15 минуттан соң дайын болған салқын суды күніне 1-ден 4 стаканға дейін күні бойы ішіңіз. Бұл іш өтуді тоқтататын дәрісіз емдеу түрлері. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.